Өздеріңізге бір тыныштық сыйлайтын тыныштық бұрышы деген жер бар ма? Енді адам кей кездерде шаршағандай бір сезімдерде болады, тыныққысы келеді. Сол кезде мен өз басым кітап оқығанды және ойланғанды жақсы көремін. Енді мен бүгін сіздерге үйімнің кішкентай тыныштық бұрышын көрсетейін. Бұл жерде кітаптарымның сананша мол емес, көбі ауылда үйде қалған. Мыналар менің кітаптарым. Негізінен барлығын оқып болдым. Сосын мына жерде бар. Ол үйсіннен бастап шипагерлік баян, асылдарым дейсіз ба, және әртүрлі кәсіптік кітаптар. Сонымен қатар ол жоғары жағында да ақыл қалта деген үлкен бір дәу қалта бар. Енді мына жерге қарасаңыздар, Мұхтар Әуезов, көне түркі құлпытастары, Олжас Сүлейменнің өлеңдері, Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп апамыздың Шуақты күндері, Қасым Аманжолдың өлеңдері, Даушын Тофудың Шыңфасы мен Хофасы, Кәмфалары дейміз, Шыңырау. Ал сонымен қатар өзім қатты бір қызығатын Әбу Насыр әл-Фарабидің кітаптары міне осындай. Енді бұл тыныштықтың бұрышында өстіп отырып, бүгін құз басындағы аңшының зарын оқып жатырмын. Бұл енді өздеріңізге таныстар шығар. Шыңғыс Айтматов әлемдік Нобель сыйлығын алған жазушы. Енді ол кісінің шығармаларынан ғасырдан да ұзақ күн деген керемет бір кітабы бар. Енді соны оқыдым. Одан кейінгісі мынау Мұхтар Шаханов. Енді бұл кісінің жаңа қазақтар, дәуір дастандар деген секілді кітаптарын және оның ішіндегі көптеген өлеңдерді оқыдық. Енді мына қолымдағы құз басындағы аңшының зары сол Мұхтар Шаханов пен Шыңғыс Айтматовтың екеуі өзара бір сырластығы негізінде туылған, көңіліндегі сырларын айтқан, ұлыларды еске алған, қоғам жайында, халықаралық дүние жайында, арғы ықылым замандар турасындағы көп дүниелерді ортақтасқан бір сырласу естелігі. Енді бұның ішінде де көптеген Мұхтар Шаханның көп жерлерде айтыла бермеген өлеңдері, олардың ішкі сырлары, көңіл күйлері айтылады. Енді мынау сөзді де тыңдаған адамға айту керек деген сөз бар. Осы кітапта айтылады, қариялар айтар екен, сөз тыңдайтын адам қалмай бара жатыр деп. Енді қазір мынау осы қысқа кесімдерді сөйлеп жатамыз, анша-мұнша әңгіме айтамыз. Сонда қарасақ, кейбір кісілер жаңағы сөздің бас аяғын толық тыңдамастан жатып, дүрмекке ілесіп, осы ақырып, айғайлап ала жөнелетіп, өзі танымаса да біреулерге сын айтып, оның кім екенін білмесе де, оның сұрқына қарап баға беріп, мысалы. Мен алдың жол таң қалдым, мына Шерхан Мұртаза деген кісі бар. Енді бұл кісі өте талантты, мықты адам болған, жазушылар одағын басқарған, қолынан талайлаған, мықтыларды жетілдіріп шыққан кісі енді. Тіпті мемлекет басшыларына дейін қадала қарап, әңгіме айтқан адам да. Енді осы кісінің жаңағы Мұхтар Шаханов турасындағы бір кішкентай кескінінің бір жолығы бар екен да. Сол жолықта жаңағы енді Мұхтар Шахан кезінде трактор айдайды дейді. Енді оның трактор айдағанына аса бір сенімім жоқ, енді бір май-май болып трактор айдаған адамға ұқсамайды деген бір жері бар екен. Соның өзіне жаңағы лапылдап, мынау кім өзі деп, жаңағы сұқтанып, бұл өзі бір оңбаған бірі ұқсайды деп, жаңағы лапылдап жатқан адамдарды көріп таң қаламыз. Енді оның қасында менің де пікір аймағыма сан түрлі пікірлерді айтып, жаңағы есексің, анаусың, мынаусың деп, қасқабассың, анаусың, мынаусың деген секілді қош, қондай пікірлерді айтып жатады. Енді біреуге баға беруден бұрын оның жасаған ортасын, оның көрген күнін біраз түсіну, сол адамды ұғыну, ол кім, ол нелерді біледі, ол не үшін айтып отыр, ол не себеппен осындай көзқарасқа келіп отыр дегенді де зерттеген дұрыс. Сол үшін де мынау көзқарақты тыңдарман әр іске баға берерден бұрын әлгі 10 бәленің 9-ы тілден деген дейді, әлгі 10 өлшеп бір кес деген сөз де бар. Сол үшін де осылардың барлығы да мынау сөзді аузымыздан шығарудан бұрын көкейімізде көбірек таразылау аса қажетті дүние. Енді көпшіліктің алдына шығып сөйлеу оңай нәрсе емес. Ол үшін сізде ішкі білім, айтар түйін бір нәрсе болу керек, умаш болу керек, ең қарапайым айтқан кезде. Сондықтан да мен көпшілікке кітап оқыңыздар дейтін едім. Көбірек оқыңыздар, ол біздің санамызды, ойымызды биіктетеді. Мен кезінде оқыған кітаптарымды қазір қайталап оқимын. Мысалы, осы қазір өздеріңіз айтып отырған Құз басындағы аңшының зарын бірнеше қайтара оқыдым. Ал әзір қайта оқысам, бейне жаңадан оқыған секілді сезімге келем. Анау
көшпенділер, алтын орда деген кітаптар бар. Сонау шыңғыс заманынан бастап отырып сыр шертіп кенесарыға дейін келіп жатады. Енді сол кітаптарды да мен бірнеше қайтара оқыдым. Абай романын қайтара оқып шықтым. Мысалы ұлпанды, ботагөзді, қажымұқанды, мысалы қазақтың ұлыларының көбімен таныс болуға тырыстым. Мұхтар Әуезовтің кітаптарын оқыдым. Мұқағали Мақатаевтың, Олжас Сүлейменнің, Нұрлан Оразалиннің, Төлеген Айбергеннің, мысалы жырларға да көбірек. Мына Қасым Аманжолдың Дауылын, сол секілді жан жақтылы көптеген нәрселерді оқыдық. Содан кейін барып кішкене өз ойларымызда көпшілікпен ортақтасатын жайымыз бар. Сондықтан да мынау асығыс пікір білдіру, толық тыңдамай жатып, аузымыздан ақ ит кіріп көк ит шыға келу, бұл дұрыс нәрсе емес. Бұл сіздің ішкі жан дүниеңіздің онша толымды, таза емес екендігін білдіреді. Сол үшін сәл сабыр сақтап, асықпай сөйлеуге әдеттенген дұрыс. 记得关注再走哦。